Біз алғашында сенің кіремедік. Тек шешем ғана жеңешемнен айырылып қалмайық, кісі шақыртатындай қатты ауырған емес еді деп тұра жүгірді. Бәріміз шұбап жеттік. Келсек, апам өзінің ағаш төсегінде кеудесі сырылдап, құрғыр етіп, теріс қарап бүк түсіп жатыр екен. Көзін алайта ашады да қайта жұмады. Тіл аузы байланған, келгендерді танымады білем. Әкем екеуміз басын көтеріп сусын ішкізіп едік, езуінен қайта ақты. Үйдің іші ұлар шу, бәріміз жылап жүрміз. Жеңеше, деді шешем, тарамыстанған арық қолынан ұстап. 50 жыл бірге өмір сүріп едік. Жамандығым, ағат кеткен жерім болса, кеш жеңеше, кеш. Ораза намазы бұзылмаған асылым, деп көзіне жас алып қолынан сүйді. Әлгіден бері кісі танымай, кеудесі сырылдап, теріс қарап жатқан апам күшпен аунап шалқалады да иегін қақты. Соң әрең кештім деді де көзін қайта жұмды. Дәрігер шақыртайық деп едік, басын шайқады. Содан соң өзі ымдап дәрет алмаққа ниет қылған соң біз шыға тұрдық. Біз қайта кірсек, апам төсекті жерге салдырып, шалқасынан жатқан екен. Кірме деген үлкендер сөзін тыңдамай, жанына тізерлеп отыра кеттім де, құдіретті саусақтарын ұстадым. Суып барады екен, суып. Апам күбірлеп, илайлалла, илайлалла деп иман айтты. Апам өз иманын өзі оқыды. Апам өз жаназасын өзі шығарып жатқанын сезді. Ендігі сәтте шешем, апаңнан айырылдық деп, бісміллә деген күйі әлемдегі ең ұлы аналардың бірі менің апамның бетін жапты. Үйдің іші ұлар шу, қым-қуыт. Апам менің, өлдің, ауырмай, сырқамай, бір тісің шетінемей, алла белім демей, 89 жасыңда өз иманыңды өзің айтып өлдің. Апамды арулап, сырмаққа орап, созаға салып көтере жөнелгенде, үйдің бұрыш-бұрышында апам-ау, апам деп зар еңіреп немерелері қалды. Маған Сузаның ең бір маңдай басы тиіп еді. Ағаш сырғауыл иығыма батып, жанымды шығарса да шыдадым. Мен шыдайды деп жорамалдады ма, әлде әртүрлі әдіспен келе ме, арттағы азаматтар құр бекер ұстасқаны болмаса, көп күш жұмсамай, бос келе жатқанын сездім. Өлген адамның сүйегі ауыр болады деген рас екен. Шүйкедей ғана кемпірді сойталдай 10 жігіт мықшыңдап әрең көтеріп келе жаттық. Апамды үйінен, қара орманнан, ел жұртты шулатып ала қашқан шеру жаңадан қазылған жас қабірдің басына кеп тоқтап, сүйек салынған Зузаны жерге түсірген соң, біздерге бір сомнан ақша таратты. Менің де ұйып қалған алақаныма жұмарланған 1 теңгені ұстата салғанда, жүрегім дір ете түсті де, көзімнен жас ыршыды. Менің есіме сонау балалықтың алаңсыз жылдарындағы ақшамды алып қояды деп, апамның қойнына жатпай бөлек кеткенім түсіп еді. Енді міне, мойныма қарыз болмасын дегендей, сол бір қайнатым шай алған 1 тиынды өзіме қайтарып тұрғандай сезінді. Өз-өзімді тоқтата алмай жыладым. Қара жер томпайғанша жыладым. Ертеңіне ескі қораның алдында төңкеріліп жатқан апамның астауын алып, Алматыға қайттым. Апам мен, сенен не қалды? Жарық астау ма? Иә, адам өмірі де сол жарық астау секілді қаңсып қалады.